Саламатсыңдар ма, құрметті оқушылар? Бүгін алдарыңа 5-ші сынып математика сабағын ұсынғалы отырмын. Бүгін сабағымыздың тақырыбы жай бөлшектерді және аралас сандарды бөлу. Сабақта қол жеткізілетін оқу міндеттері өзара керіс сандар, жай бөлшектер мен аралас сандарды бөлу ережелерімен танысу, жай бөлшектер мен аралас сандарды бөлуді үйрену. Енді біз керіс сан дегеніміз не екенін айтайық. Көбейтіндінің мәні бірге тең, екі сан өзара керіс сан деп аталады. Яғни, оған мысал келтіріп кететін болсақ, балалар, 37-тен 29-ға керіс сан, 29-дан 37. Оны қалай білеміз? Яғни, 37-тен 29-ға көбейтеміз, 29-дан 37-ні. Сол кезде 29 пен 29 қысқарады, 37 мен 37 қысқарады. Яғни, бірдің бірге қатынасы бізге бірді береді. Жауабы бір міне. Жаңағы қасиет ережеде айтып кеткенде, көбейтінің мәні бірге тең, екі сан өзара керіс сан деп аталады дегеніміз осы. Енді аралас санның да керіс санын көрсетіп кететін болсақ, мысалға 5,8-ден 3, 5,8-ден 3-ті біз бірінші істеп аламыз, бұрыс бөлшекке айналдырып аламыз. Яғни бұрыс бөлшекке айналдыру деп отырғанымыздың өзі бүтін 5-ті бөлшектің бөліміне көбейтеміз, алымына қосамыз. Сендер оны білесіңдер. Яғни, сол кезде 5-ті 8-ге көбейткенімізде 40 болады, 40-ті 3-ге қосамыз, 43 болады. Оны алымына, бөлшектің алымына жазамыз. Бөлімі өзі қалады 8. Сонда 5,8-ден 3-ті бұрыс бөлшекке айналдырғанда 8-ден 43 болады. Енді осы 5,8-ден 3-тің керіс саны 43-ден 8 болады. Жауабы 43-ден 8. Енді жай бөлшекке бөлу үшін бөлінгішті бөлгішке кер бөлшекке көбейту керек. Яғни, осы қасиетті қолдана отырып, мысал келтіріп кетейік. 79-дан 38 бөлу 237-ден 19. Яғни, жаңа қасиетті айтып кеткендей, бөлінгішті бөлгішке кері бөлшекке көбейту керек деп отырмыз. Сондықтан бірінші бөлгішіміз өзі қалады, бөлінгішіміз кері санға айналады. Сонда кері санға айналған кезде 19-дан 237 болады. Яғни 79-дан 38-ге көбейтеміз 19-дан 237-ні. Сол кезде 38 пен 19 қысқарады, 38 19-ға бөлгенде 2 болады. 237 мен 79 қысқарады, 79-ға қысқартамыз. Сол кезде 237-ні 79-ға бөлгенде 3 болады. 2-ні 3-ге көбейтсек 6 шығады. Жауабы 6. Міне жай бөлшекке бөлу дегеніміз осы керіс санға айналдырып көбейтеміз. Енді аралас сандарды бөлу үшін оларды бұрыс бөлшектерге айналдырып, жай бөлшектерді бөлу ережесін қолдану керек. Тағы да енді бізге екі аралас сан берілген, мысалы 1,8-ден 7 бөлу 8,16-дан 7. 1,8-ден 7 аралас санын бұрыс бөлшекке айналдырамыз. 1-ді 8-ге көбейтіп 7-ге қоссақ 15 болады. Бөлімі соғалып қалады, 8-ден 15 жай бөлшекке айналдырдық. Енді екінші аралас сан 8,16-дан 7, оны бұрыс бөлшекке айналдырсақ, 8-ді 16-ға көбейтеміз, 7-ге қосамыз. Сонда 128 көбейткен кезімізде 128, оны 7-ге қосамыз. 16-дан 135. Енді қайрадан бізге не шықты? Жай бөлшекке бөлу шықты. Соған жай бөлшекке бөлу ережесін қолданамыз. Сол кезде бірінші бөлінгішіміз өзі қалады, бөлгішіміз кері санға айналып көбейтіледі.
8-ден 15 көбейту 135-тен 16 тең 9-дан 2. Жай бөлшекті натурал санға бөлу үшін бөлшектің алымын өзгеріссіз қалдырып, бөлімін натурал санға көбейту керек. Енді біз жай бөлшекті натурал санға бөлуге мысал келтіреміз. 19-дан 18 бөлу 6. Яғни 19-дан 18 бөлгішіміз өзі қалады. 6 бізде натурал сан бүтіннің бөлімде бір бар деп есептейміз. Ол енді бөлгішті кері санға айналдырғанда 6-тан 1 болады. 19-дан 18 көбейту 6-тан 1 тең бөлшектің алым мен алымын, бөлім мен бөлімін. Бұл жерде бөлшекті бөлшекке көбейту қасиетін қолданамыз. Алым мен алым, бөлім мен бөлімін біріне көбейткенде 19-дан 3 болады. Жауабы 19-дан 3. Енді сабағымызды қорытындылай келе, балалар, сонымен жай бөлшектерді және аралас сандарды бөлу үшін не білуіміз керек? Қандай сандар өзара кері сандар екенін білуіміз керек бірінші. Екінші жағдайда екі жай аралас сандарды бөлу қалай орындалатынын білуіміз керек. Жай бөлшек натурал санға қалай бөлінетіндігін білуіміз керек. Біз осылардың бәрін игерсек, жай бөлшектерді және аралас сандарды бөлуді білеміз. Назарларыңызға рахмет.